микрокредиттік қаржы ұйымына арыз жазатын болсаңыз, ол жерде микрокредиттік қаржы ұйымына қатысты заңнан баптарды алып қолданасыз. Нотариус, ЧСИ әрқайсының өзіндік заңдары бар. Егер сіз сотқа баратын болсаңыз, ол жерде мүлдем басқа заңның баптарын қолдануға тура келеді. Сондықтан да бір-бірімен шатастырмаңыздар. Одан кейін менің YouTube каналымда видеоны көрдім деп, сол үлгі бойынша жазудың қажеті жоқ. Өйткені ол жердегі видеоның астындағы датасына қарау керек. Ол кісі маған 3 жыл бұрынғы түсірілген видеоны жіберіп тұр. Яғни ол кездегі заңдар уже қазір жоқ. Бізде жылда, жаңа жылдан кейін елімізде көптеген заңдар қабылданып, көптеген заңдар жаңағыдай өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі оған. Сондықтан да сіздерге егер біреу шаблон беретін болса, немесе жаңа арыздың үлгісін беретін болса, қай жылғы деп міндетті түрде сұрап алыңыздар. Өйткені ол